Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді тауықтың төс еті қосылған шығыс салатын дайындайтын боламыз. Алдымен бізге осындай тауықтың төс еті қажет болады. Міндетті түрде төс етін қолданамыз. Осылай төс етімізді осылай үшбұрышты етіп, барлығын жақсылап турап шығамыз. Турап болған етімізді бір ыдысымызға салып, енді бұны маринаттайтын боламыз. Алдымен майдалап туралған чесногымызды саламыз үстіне, және оның үстіне дәміне қарай жарты шай қасық тұзымызды және бір ас қасық кукурузный крахмалымызды, оның үстіне пісте майымызды, бір ас қасық майымызды құямыз, және оның үстіне паприкамызды салып, жақсылап араластырып, маринаттауға 20 минутқа қойып қоямыз. Енді қалған бізде енді баклажанымызды турайтын боламыз. Алдымен баклажанымызды жуып, тазалап алып, оның ортасынан бөліп, үшбұрышты етіп, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай турасаңыздар да болады, немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша төртбұрышты етіп те турасаңыздар болады. Міне осылай бір баклажанымызды осылай турап аламыз. Енді тураған баклажанымызды ыдысымызға салып, оның үстіне керегінше дәміне қарай тұзымызды, майымызды және паприкамызды салып, оны жақсылап араластырамыз. Чеснокты майдалап турап, чеснок салсаңыздар да болады. Мен енді чеснок салған жоқпын. Осылай паприкамызды және ұнтақталған базилик шөбімізді салып, жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде бұны қолмен араластырмаймыз. Осылай ыдысменен желпіп, бір келкі етіп болатындай араластырамыз. Қолмен араластырмаймыз, өйткені баклажанымыз езіліп кетуі мүмкін. Міне осылай барлық дәмдеуіштеріміз бір-біріне сіңіп, араласқанша осылай ыдысмен жақсылап араластырамыз. Егер майы аздау болып қалса, үстінен тағы да азырақ май құйып жібереміз. Сосын оны алдын ала қызып тұрған пешіміздегі ыдысымызға қағазды төсеп, баклажанымызды сол ыдысымызға салып, 220 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Енді баклажанымыз піскенше көкөністерімізді турайтын боламыз. Ол үшін бізге көкпияз, чили помидоры, қызыл, сары болгар бұрышы және кинза шөбі керек болады. Алдымен жуып тазалап алған болгар бұрышымызды осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Егер жасылын қоссаңыздар да болады, жасыл түсті болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Менде енді сары мен қызыл түсті болды. Осылай
ұзынша етіп турап аламыз. Енді араластыратын ыдысымызға жаңағы турап қойған болгар бұрышымызды саламыз және чили қызанақтарымызды керек емес жерлерін алып тастап, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасынан бөліп шығамыз. Егер чили қызанағы болмаса, кәдімгі қызанақты қоссаңыздар да болады. Міне осылай турап болған қызанағымызды жаңағы ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте көкпияздарымызды турайтын боламыз. Көкпияздың осындай басындағы ақтарын алып тастаймыз. Алып тастап және мынандай көк жерлерін ғана осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп тураймыз да жаңағы тураған салмамыздың үстіне барлығын қосамыз. Одан кейін кинза шөбімізді де майдалап турап, оны да үстіне қосамыз. Міне барлығын турап, осылай бір ыдысқа салып қойып қоямыз. Енді біздің жаңағы бағанағы маринаттап қойған тауық етімізді табаға, құрғақ табаға май құймаймыз. Құрғақ табамызды ысытып, осылай үстіне етімізді салып, оны жақсылап қуырамыз. Қуырған кезде 7-10 минут қуырамыз, одан артық қуырмаймыз. 7-10 минуттың ішінде пісіп шығады, себебі бұл 20 минут маринатта тұрғаннан кейін бұл төс еттеріміз сол аралықта толық пісіп шығады. Міне біздің етіміз де толық пісіп шықты. Енді пеште піскен баклажанымызды да аламыз. Оны суытып, осылай тураған ыдысымызға саламыз. Және де жаңағы қуырған тауық еті, төс еттерімізді де осылай суытып аламыз алдын ала. Сосын оны да жаңағы салмамыздың бетіне саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай суытып саламыз. Баклажанымызды, етімізді осылай үстіне саламыз. Енді бұның үстіне зәйтүн майымызды, бір ас қасық зәйтүн майымызды және соевый соус, бір ас қасық соевый соусымызды салып, астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай азырақ
тұз салып жіберсеңіздер де болады. Міне осылай астынан үстіне қаратып жақсылап араластырамыз. Менде енді бұл үлкен 2 тарелка болды. Егер көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, қосатын құрамдарын көбейтіп жасайсыздар. Описание бөліміне көп құрамда шығатын керекті заттарды жазып қалдырып кететін боламын. Сол жерден толықтай көрсеңіздер болады. Міне менің салатым дайын болды. Менде 2 тарелка шықты. Дәмі өте керемет болады. Сіздерге де кеңес беремін, жасап көріңіздер. Дастарханның көркін ашатын, қонақтарыңыздың алдына ұялмай ұсына берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер, және подписация бөліміндегі қоңырауша белгішесін басып қойсаңыздар, менің каналымнан түрлі рецепттерді көре алатын боласыздар. Бізге ас болсын. Сау болыңыздар.